Нейрожаттығуын бізбен бірге жасап көрейік. Бастауыш сынып оқушыларымен нейрожаттығуының жүргізілуі. Нейрожаттығуы бұл арнайы жаттығулар арқылы мидың табиғи механизмін жандандыру. Мақсаты оқушылардың зейін тұрақтылығы мен есте сақтауды, сөйлеу тілін дамытуды, интеллектуалды және шығармашылық дамытуды жетілдіреді. Стресстен сейілтуде эмоционалды көңіл-күйін орнықтыруды қолданады. Нейрожаттығулардың пайдасы: бірінші пайдасы мидың оң жақ, сол жақ жарты шарларының үйлесімді жұмыс істеуін жақсартады. Екіншісі ұсақ және ірі моториканы дамытады. Үшіншісі ақпаратты тез қабылдап, қорытуға көмектеседі. Төртіншісі зейінді шоғырландырады. 5. Есте сақтау қабілетін арттырады. Алтыншысы оқу және жазу процестерін жеңілдетеді. Жетіншісі мидың жұмыс істеу өнімділігін арттырады. Осылайша 7 пайдасы бар екен. Мына жерде оқушылар нейрожаттығуын жасап жатыр. Бұның түрлері өте көп. Алдағы видеоларымда сіздерге көрсете аламын. Және де мына жерде екінші түрінде жасап жатырмыз. Оқушылар тез қабылдап, тез үйреніп, қуана жасап жатыр. Осы видео сізге ұнаса, лайк, комментарий жазып, қолдап, арнама тіркеліп кетіңіз.